Сәлем достар, Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болады мен, Марал Асхатқызы. Иә достар, біз қазір Абба тобының ең танымал әндері, яғни жаңа жыл Happy New Year деген әніне береміз. Бізден алыстамаңыздар. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Достар, сіздер білесіздер ме? Бұл Абба музыканттар, яғни жүзеге асыра алмаған, яғни жоба үшін жазған әзіл ән еді. Бірақ содан кейін оған халықаралық хит болу үшін 10 жылға жуық уақыт қажет болған екен. Happy New Year әні жаңа жыл кешінде жиі айтылады. Яғни ән мәтіні тек қуанышты ғана емес, тіпті пессимистік және мұңды екенін бәрі біле бермейді. Бірде-бір жаңа жыл мерекесі бұл әнсіз аяқталмайды. Бұл 40 жылға жуық, яғни уақыт бойы осылай болған екен. Біз сіздерге Аббаның өлмес туындысы жаңа жыл құттықтау әні туралы ең қызықты мәліметтермен қазір осы видеода бөлісетін боламыз. Абба 1972 жылы құрылған швед поп тобы. Орындаушылардың аты жөнінің бірінші әріптерінің атымен аталған екен. Яғни Агнета, Бьörn, Бенни және Анни Фрид. Бұл танымал музыка тарихындағы ең табысты топтардың бірі. Және Скандинавияда құрылғандардың ішіндегі ең табыстысы. Топтың, яғни аудио жазбалары бүкіл әлем бойынша, яғни 300 миллионнан астам көшірме, яғни сатқан екен. Happy New Year әннің басты идеясы, достар, әйгілі швед тобының жаңа жылы композициясы, яғни 1980 жылғы Super Trooper альбомында жарық көрді. Жазба қараша айында шығарылды және топ бірден мереке тақырыбында әндетті деп айыпталған екен. Абба мүшесі Анни Фрид Лингстад бұл туралы былай деп айтқан екен. Әнді жазғы демалысқа дейін, яғни ойлап тауып жазған едік. Бірақ альбомның қашан шығатын біз білген жоқпыз дейді. Шынында да жаңа жылмен құттықтау жаңа пластинка үшін жасалған бір алғашқы әндердің бірі болды. Яғни топтың солистері Бьörn Ulvaeus пен Бенни Андерсон 1980 жылдың басында, яғни бірге жұмыс істеді. Сол жылдың қаңтарында музыканттар Барбадостағы үйді жалға алып, жаңа, яғни материалмен жұмыс істеуге барған екен. Бастапқыда композиция, яғни мюзиклге дайындалды. Бьörn мен Бенни ұшақта ұшып бара жатқанда, олардың жаңа жылдық тақырыбында музыкалық қойылым жасау идеясы пайда болған екен. Демалатын орында солистер, сценарист, әйгілі британдық Монти Пайтон, яғни комедиялық тобының мүшесі Джон Клизді кездестіріп қалады. Музыканттар оған мюзикл бойынша бірлескен жұмысты ұсынады. Бірақ Клиз бұл идеяны қабылдамады. Нәтижесінде Абба солистері жаңа жылдық қойылым туралы идеясынан бас тартады. Бірақ олар болашаққа хабарлама ретінде ойлаған әнді, яғни Happy New Year әні қалған болатын.
Happy New Year әннің мағынасына келетін болсақ, әннің мәтіндегі ең қызықты бір нәрсе бұл мерекенің өзі туралы емес. Композиция бар шампан ішіліп, от шашулар сөнген, яғни жаңа жылдық кештен кейінгі сұр таңға сілтеме жасаудан басталады. Бұл бір-бірімізді мерекемен құттықтап, жаңа жылда бізді не күтіп тұрғаны туралы ойланудың дәл уақыты. Ал мұнда бәрі оптимистік емес екен. Авторлар қайырмада әр көршіңі сенің досың болатын дүниені көреміз деген үмітін білдіреді. Бірақ сонымен бірге шумақтарда мысалы мынадай сөздері бар екен. Кейде дейді, мен батыл жаңа ұрпақтың келгенін және оның біздің жанымыздың, яғни жанымыздың күлінде гүлденгенін көремін дейді. Я адам аңғал, өйткені ол бәрі жақсы болады деп сенеді. Сазға батып кеткендей, өрімдер адасып кеткенін білмей ары қарай жалғаса береді деген екен. Аббаның Happy New Year әнінің бейнебаянына келетін болсақ, режиссер Лассе Хальстрем жасаған екен. Ол топтың ең алғашқы Waterloo бейнебаяннан бері көптеген, яғни видеолармен жұмыс істеді. Айтпақшы, Абба кейіннен 3 мәрте Оскар сыйлығына үміткер атандырған. Яғни осы Лассе Хальстрем, яғни кинематографы, яғни клиптер түсірген жалғыз команда болып табылады. Ең танымал Абба жарнамаларынан кейін Хальстрем культке айналған бір қатар фильмдер түсірді. Яғни олар The Cedar House Rules, Шоколад, Хатика және Dear John деген сондай танымал бір қатар фильмдер түсірген екен. Happy New Year әнінің басқа да нұсқалары бар екен. Яғни олар Felicidad деп аталатын әннің испан нұсқасы бар. Және ол испан тілінде сөйлейтін елдер үшін арнайы шығарылған екен. Ән бір кездері Аргентинадағы ең танымал 5 әннің қатарына кіре алды. Және жаңа жылдық композицияның ең сәтті каверлерінің бірін көптеген Абба әндерін орындаған 18 тобы болған екен. Я, достар, қазақша нұсқасы да бар екенін ұмытпайық. Сол себепті, достар, қазақша нұсқасын бірге тамашалағанға дейін сіздерге кішігірім тілегім бар. Жаңа жылда жаңа табыстарға жетіңіздер. Арман тілектеріңіз орындалсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жаңа жылдарыңызбен. Біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Келесі жылда аманшылықта кездесейік. Бұл көп күткен жадаратын таңымыз, думанмен, шаттықпен қарсы алайық бәріміз. Кел жаңа жыл, жаңа әлемді көрейік, таңда